Бүкіл әлемде әрбір үшінші әйел өмірінде кем дегенде бір рет физикалық немесе жыныстық зорлық-зомбылыққа ұшыраған. Әйелдерге қатысты зорлық-зомбылықтың бұл деңгейі соңғы 10 жылдықта әлі де өзгерген жоқ. Пандемия кезінде кейбір елдерде әйелдерге қатысты дөрекі қарым-қатынас оқиғалары 5 есе өскен, ал зорлық-зомбылықтың жаһандық құны 2%, немесе 1,5 триллион ақш долларын құрайды. Соңғы жылдары зорлық-зомбылықтан тірі қалған әйелдер мына хэштегтер бойынша науқандарға қатысып, осы мәселенің басын ашып, халыққа жеткізіп отыр. Науқан 30 жылдың ішінде 187 елді қамтыған. Португалияда әйелдерге қатысты зорлық-зомбылық қылмыс па? Португалияда әйелдерге қатысты зорлық-зомбылық туралы заң жоқ, бірақ оның көптеген түрлері қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Европалық одақ құқықтар агенттігінің 2020 жылғы сауалнамасының нәтижелері бойынша 15 жастан бастап Португалиядағы әйелдердің 24% физикалық және жыныстық зорлық-зомбылыққа ұшырады, ал әйелдердің 9% қудаланған. Жағдайды жақсарту және мәселені шешу үшін 25 қарашада ЮНИЦЕФ әйелдерге қатысты зорлық-зомбылықты тоқтату науқаны қызғылт сары күн деп жарияланды. Қызғылт сары түс зорлық-зомбылықсыз болашақты бейнелейді. Бұл күні адамдар киімімен қызғылт сары аксессуар киіп, онлайн және офлайн қоғамдық кеңістікті осы түспен толтырады. Португалияның Diário de Noticias басылымы осы акцияның тақырыптарын белсенді түрде қамтиды. Біз бұл тақырып бойынша статистиканы зерттедік. Олар 2016 жылдан бастап жариялайды. Басылым тақырыпты қамтып қана қоймай, оның маңыздылығын түсіндіре отырып, жұртты үндемей, болған жағдаймен бөлісуге шақырады. Мысалы, автор Эра Мустафаның 16 күндік белсенділік және одан да көп мақаласында үзінді бар. 16 күндік зорлық-зомбылыққа қарсы белсенділікте Португалия мемлекетінің 10 портал ұйымы әлеуметтік желілерде белсенділік жүргізе бастады. Яғни 2 апта бойы зорлық-зомбылыққа қарсы ақпараттар мен тың деректерді виртуалды түрде жүктеп отырды. Ұйымның нәзік жандыларға жариялаған ұраны «Сен жалғыз емессің, көмек сұра». Бұл видео арқылы кеңес мүшелері әйел азаматшыларына үлкен үміт ұялатты.